Құрметті халайық, Назарбаевтың биліктен кеткеніне біраз уақыт болмаса да, халықтың қаншамасы Назарбаевты сағынған көрінеді. TikToktан, YouTube'тан видеоны көріп отырып, Назарбаев енді бұрын өткізген жиналыстары, әкімдерге, басқаларға айтқан, қазақтың тарихына, тіліне байланысты, неше түрлі біздің салт дәстүрімізге, менталитетімізге байланысты айтқан әңгімелерінің астында комментарий толып тұр десек болады. Назарбаевты сағынатындардың көбейгенін. Өйткені шал деп айтуға аузым бармайды. Ол кісі үлкен ақсақал, қалай дегенмен де елді басқарған адам. Назарбаевтың жүргізген саясатына келіспейтін тұстарым өте көп. Бірақ өз әкемнен үлкен адамға шал деп айтуға аузым бармайды. Сондықтан Назарбаевты бұрынғы президент деп атай отырып, ол адамды не үшін халық сағына бастағанын түсінгім келеді. Мысалы, сіз Назарбаев биліктен кеткенде, мысалы 2019-да кетсе, 7 жылға жуық уақыт болып қалды. Назарбаев биліктен кеткеннен бері Қазақстанда қаншама өзгеріс болды. Конституцияның өзгерістен басқасын, қаңтар оқиғасы, басқасы, енді Назарбаевтың кезінде қордаланған мәселелер. Бірақ неге, менің түсінбейтінім, неге қаншама халық Назарбаевты қайтадан сағына бастады? Мен осы нәрсені түсінбеймін. Бұл Назарбаевтың қалай айтуға болады, не дегенмен шебер сөйлейтіні белгілі. Тоқаевпен салыстырғанда ораторлық шеберлігі, Назарбаевтың пен Тоқаевтың ораторлық шеберлігін қарайтын болсақ, жер мен көктей. Бірақ Тоқаев нақты тапсырмаларды салқын саясат жүргізсе, Назарбаев харизмаға негізделген саясат жүргізді. Және оның нәтижесін көрдік. Алайда Тоқаевтың билігінің басталғанына көп болған жоқ. 2019-дан бастап, тіпті қаңтар оқиғасынан былай қарай есептейтін болсақ. Бірақ Тоқаев биліктен кеткеннен кейін оған қандай баға берілуі мүмкін? Оны да сағыну мүмкін ба? Мен шынымен де комментарийларды ашып қарап отырсаңыз, өзіңіз де байқаған шығарсыз. Атау қайтадан келіңіз деген комментарийлар көбейе бастады. Бұл нені білдіреді сонда? Тоқаевтың билігіне көңілі толмағанды білдіре ма? Әлде Назарбаевтың тұсы олар үшін бір керемет, ғажайып ғасыр болып көрінді ма? Мен соны түсіне алмадым. Әлде бұл, мысалы байқасаңыздар, психологияда өткен шақ әрқашан көбінесе, енді әрқашан болмағанмен, көбінесе өткен шақ бір жылы ностальгия сияқты көрінеді. Мысалы Назарбаевтың тұсында кеңес совет үкіметінің кезінде мынадай еді деп ағалар әңгімелерін айтып отыратын еді. Қазір мемлекет дамымай жатыр кезінде, совет үкіметінің кезінде халыққа былай жағдай жасап еді, медицина былай болған еді, білім беру былай болған еді деп советтік дәуірді аңсайтындар да болды Назарбаевтың тұсында. Ал енді Тоқаевтың тұсында Назарбаевтың тұсын аңсайтындар көбейе бастады. Бұл сонда не, психологиялық көңіл күй дейміз бе бұны халықтың? Әлде шынында да айырмашылық бар ма? Қалай ойлайсыздар? Жалпы сіз Назарбаев биліктен кеткені біраз болды ғой, сіз Назарбаевты сағындыңыз ба?